салқын су дегеннен қашып жүреміз ғой. Төбемнен суды құйғанда, мынау құйқам деген прямо қайнады. Төбеден қойған су деген мықты әсер етеді екен. Бір жап-жас қыз таяғын тастады, таяғын таянып келген кәдімгі. Таяғын тастап кетті. Міне бұл таңғажайып не болып жатыр дегенде, бұл табиғаттың, ұлы табиғаттың күші. Дәрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүрген тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау, бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өзіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Армысыздар, құрметті біздің YouTube каналының тұрақты көрермендері. Міне 79-ші ағымды мәреге жеткізіп шығарып салып отырмыз. Көбі риза, бәріне жуық. Жан жақтан, бүкіл Ресейден, Қазақстаннан келген адамдар бір жерге жиналып, денсаулықтың қыр-сырын меңгерді. Соның бір Сайфа әпкеміз міне бірінші қатарда отырды үнемі. Қарайым, бәрін ұғып, бәрін жазып. Өйткені бұлдар әйел адамдар келгенде, әйел адам отбасының денсаулығына ең үлес қосатын әйел адам. Өйткені тамақ алатын, тамақ пісіратын, дәрі алатын, үйдегі аптеканы ұстайтын әйел адам. Сондықтан әйел адам келгенде мен қуанам, ол кісінің артында қаншама адамдар тұр. Балаларыңыз тұр, немерелеріңіз тұр, солай ғой? Иә, әпке, бұнда қалай келіп қалдыңыз? Мен біріншіден самолеттен ұшуға қорқам. Соның қалай фобия, иә, соның қалай құтылуымды сізден оқып білдім. Үйге барып жасайым. Сосын енді салқын су дегеннен қашып жүреміз ғой. Жып-жылы су. Күтініп жүр. Иә. Күтініп жүр дегеннен артық зиян кеңес жоқ. Күтініп құтыла алмайсың аурудан. Мына жерде төбемнен суды құйғанда, мынау құйқам деген прямо қайнады. Бірінші күн, екінші күн аздап қайнады. Үшінші күн жайлап төбеден қойған су деген мықты әсер етеді екен. Мен негізі бұрыннан бастап әлгі здоровый жизньді ұстанамын. 93 жылы Киевтен Поль Бректің кітабын алдым да, сонымен очищаться етемін деп айтайын. Сөздің шыны керек, мен поликлиникке барып көрген адам емес. Тамаша. Тек анау страхтан, сосын сіздің 44-ші ағымда Астанада оққанмын. Онлайн. Со мезгілде қақсап айтып жатырдыңыз ғой сіздер. Сіз айтып жатырдыңыз, осы Вим Хофты, анау дыханияның бәрін басымызға кіргізіп айтып жатырдыңыз, бірақ та біздер қабыл алған жоқпыз оны. Лично өзім қабыл алған жоқпын. Бүтін программаларыңыз бәрін қарап отырдым. Осы ортасында қарап қоям, осы апрельде Ардақ деген қызға телефон соқтым, сіздің интервьюіңізді қарадым да. Менің туғандарымның аурулары көп, қисақтап. Бір жеңгем осы аяғы жүрме өмірден өтіп кетті, оқытушы адам, образованиесі бар. Ал енді екінші жеңгемде бүті талтайып кетті. Соларды жіберейін дедім, айналайын деп. Сосын ойладым, олардың басына кіріп, кереметтей бұл жерге келмейді. Мен бірінші баяғыда соғыста алғаш шабады екен ғой. Сондай бірінші өзім барайын, анау фобиямнан құтылайын деп саған өзіңе келіп отырмын, айналайын. Көп рахмет, қанша білім алып жатырмыз, мықты. Әлгі шыбын болғандар кетіп қалды енді. Ауырдым дейді, ол деген выброс дедім. Ауру керек, ішіңдегі бүтін удың бәрі шығып жатыр дедім. Бірақ та бір келіншек соны тыңдаған жоқ. 99 ауру бар екен. Мен апай таңғаламын, Сайфа. Олар дәрігерге барады, дәрі ішеді, емдей алмайды. Шанс осы жерде ғана тұр. Осында келгенде дәрігерлер жүр осында. 400-ден астам дәрігерлер жүр. Дәрігер өзін емдей алмай, мында келіп отырса, сіз соған барасыз. Ол өзін емдеп алмайым алдымен. Соң кейін осында бір комфорт дейді, анау-мынау дейді, 6 күнге не керек комфорт? Сен комфорттың кеселінен ғой ауырып жатқан. Иә. Сол ғой, жылы жүруден,
күтінуден, тамақ ішіп жатудан. Бір Алматыдан семіз әйел келді ғой. Сол кісі бірінші мезгілде қиқақтады. Мен айттым, айналайын, құтылғым келе ме анадан. Үндемеде отыра бер. Елдің бәріне мен апрельден бастап каждый сіздің ютубқа шыққаныңызды қарап отырып. Үлкен телевизорым бар, соны таңертеңнен кешке шейін қарай берем. Менің миыма енді әбден кіргесін, әбден түсінгесін келіп отырмын. Кейбіреулер орысша айтқанда слышал звон, не знаю где он деп лағып келген, түсінбей отыр. Ойбай, жүрегім айнып баратыр дейді. Мен айтам, ішінде боғың шығып жатыр. Тюба жасағаннан кейін тазаланып жатыр ғой бауыр деген. Айналайын, шыда. Бір қыз сразу мен кетем деп бірінші сұрадым. Қыз ма әлде балаң бар ма деп. Өзі арықша. 2 балам бар. Айналайын, бала тапқан әйел бәріне де шыдайды. Ең қиыны бала табу. Так что жатта емдел деп мен сөйтіп ұрыстым. Сонан бүгінгі шейін. Сізге рахмет айтып жатқан шығар. Сосын көз ашылып, ой, жақсы болдым дейді. Мен айтам, анау ішіндегі бүтін ақыл оқының бәрі. Бір пәлекеттің бәрі шығып жатыр, айналайын, ау шыдамайсың ба, неменеге келдің оны деп. Мамасы да қопаңдап еді, шудан келген екен мамасы. Қопаңдап еді, мен айттым, қақпас, үлкен адамсың. Анау қызыңа айт, екеуің жатыңдар. Неменеге келдің селкілдеп? Малым бар, андай-мындай дейді. Бүтін малың тастап, неге келіп отырсың онда? Мал табылады, денсаулық табылмайды ғой. Сөйтіп екеуі қалды. Үшінші келіншек тоже самый ырбаңдады, қалды. Осы сияқты мен негізгі айтам, үлкен адамдар батырып айту керек. Апай, мен тойға барам ғой. Ана асабалы болады да, аузына келген бір қалжыңды айтып, ана үлкен апаларға тиісіп, бір неше түрлі нәрсені айтады. Мен шақырып аламын да, микрофонды алып аламын да айтам, мында қанша дүйім халық жүр, балалар жүр, немерелер, келіндер жүр, мынау айуан деп ұрсып тастаймын. Содан кейін олар тыныш жүреді. Сондықтан сіздерге айтатыным, үлкен кісі, жөн білетін адам, өстіп батырып айтып тәрбиелеу керек. Сіз керемет 4-5 адамның соңына дейін шыдап, қазір алғысын алып жатырсыз да. Анау қыз деген ырбаңдап қалды. Мен айтам, бала тапқаннан қиын нәрсе жоқ. Айналайын. Бір айтады, бір 30 сүйегің сынғандай болады дейді ғой, бала табу деген. Қиын ғой, қиын. Бір орыс келіншек айтатын, ер адамдардың, мен негізі Атыраудамын. Ана судакты артына салып, сосын қайттан тарту керек, сонда түсінеді қалай баланы өмірге әкелетін деп. Маған бір дәрігер айтқан, егер ер адамдар бала тапса, жер бетінде соғыс болмаушы еді. Өйткені адам тіршілікті қалай әкелу керек екен, қандай қиын екенін түсінген адам кісі өлтірумен айналыспаушы еді. Ана деген мықты. Енді осыдан бүтін қаланың сыртына, үлкейгесін қаланың сыртына шығып кеттік біздер Астанадан. Бұрын қаланың ортасында тұрғанбыз. 20 жыл болып жатыр келгеніме. Енді ауылдағы әйелдердің ана бұты қисақтап жүрген әйелдер бар, 50-ге толмай. Мен айтам, айналайын, 2 бүтін талтайып кетті. Осы Ахметбекке барып десем, сіз барып келіңіз. Туған жиенім былтыр мынау тізесіне операция жасатты. Не қылды дейді? Гиалуроникия немесі, сондай бірдеме. Сонымен ауырып жүр менімен бірге десем, сен барып кел дейді. Елдің бәрі сен барып кел, мен келіп отырмын. Алдыға шабатыр ғой. Соғысқа алға шабатын деп мен барып келіп отырмын. Енді осы жерде жақсы түсінген кісіге. Бірінші, мына ютубты оқсатып до конца қараңдар. 4-5 программаны осы Ахметбектің жан мен тәнді оқсатып, әлгі тек естіп алып тұра шауып келсеңдер, дорбаларыңды арқалап қайттан кетесіңдер. Оқсатып тыңдап, бастарыңнан құйып, аман болам, өмір сүрем деген адам осы жерге келу керек. Дайын болып келу керек. Мен асқазанымды тазалап, кәдімгі оқсатып келдім. Мен ешқандай ауырған жоқпын. Бүгін кішкене туди-суди болды, ну ничего. Бәрі де жақсы. Көп рахмет. Қыздарың деген иіліп жұмыс жасап жүр ғой.
молодец. Анау пол жуатын қызда бір күні свет жоқ, сыпырғышпенен сыпырып жүр. Мен айтам, айналайын, сыпырғышың не? Елдің бәрі тауға кетіп қалған. Қазір свет береді, сосын нетіп алмайсың, пылесоспен алмайсың ба десем, жоқ, тазалап қоюым керек қой кісілердің алдында деп бүйтіп. Так что сіздің компанияңыз мықты. Рахмет. Өсе беріңіз, өне беріңіз, бала шағаңның қызығын көріңіз. Жаңа Сайф апа айтып жатыр ғой, қазақтың әйелдері үйрек қас сияқты болып қалады да, 60-тан кейін бәрі бүйтіп тербетіліп, шайқалаңдап, жамбастан тізеден баса алмай қалады. Осыны көбі сүтті шайды көп ішкендіктен. Сүтті шай үлкен ағзаның, бүкіл ағза емес, енді кейбіреуге жаққанмен көп адамдарға жаға қоймайды, тізеге жиналады. Сондықтан кішкене сүтті шайды азайтып, көк шайға қарай көшіп, көп қимылдап, жаттығу жасаған адам тік жүріп кетеді. Ана 90-ға 100-ге келген апаларды көрсеттім ғой, қандай гимнастика жасап жүрді. Сіздерге гимнастика жасамасаңыз да 100 жаста емін-еркін жүріңіздер, таяқ ұстамаңыздар, жаныңыз қиналмасын. Ол үшін сіз еңбек сіңіруіңіз керек, қимылдауыңыз керек. Мен тауға шығам. Енді сіз құсап керім жүгірмеймін де жайлап шығам тауға, ана Боровойдың тауына. Сосын қыста не тебем, коньки тебем. Керемет теппеймін, әйтеуір бүйтіп, өтірік болса да бүйтіп жүремін. Қимыл ғой оның бәрі. Сол. Негізі мектеп жасында спортқа көп қатысқам. Соныменен әйтеуір өзімді өзім. Негізі тамақты жесем, мен анан әйелдей болып кетеді. Жардай болып кетеміз. Өмір бойы общепитте жасадым. Советский торговля техникумды бітірдім де, соныменен құдай заведующий болдым, андай-мындай тамақты қыздар таң атпай келіп жеп атады ғой. Мен айтам, завтракқа ештеңе жемеймін. Сағат 5-терде ресторан жабылады, сол мезгілде кішкене бірдеңе жеймін. Қалай сен терпеш дейді. Айтамай қой. Я лучше деньгами возьму деп. Мен де, апай, егер тамақты мен мөлшерінше ішсем, мен де жардай болып кетемін. 100 граммға бірақ кетіп қаламын. Сондықтан адам өзін өзі бақылау керек, өзін өзі шектей білу керек. Менің інім бар, менен тамақты 2 есе көп жейді, семірмейді. Ал мен семіріп кетемін. Ал сүйегім жіңішке, сондықтан мен қиқалаң етіп жүргім келмейді. Сондықтан нәпсіні ауыздықтау керек. Сіз де ауыздықтап жүреді екенсіз ғой? Әрине, ортасында бір неделенің бір күні аштық ұстаймын. Өте тамаша. Ана полибректен кейін мықты. Денсаулық былай келе салатын нәрсе емес, оған еңбек сіңіру керек. Ол үшін білім керек, ол үшін ерік жігер керек. Осы жерде соның бәрін біз адамдарға көрсетіп, үйретіп беруге тырыстық. Соңына дейін жеткендердің бәрі риза болып жатыр ғой. Ұқтым. Ана жерде қисақтап жүрген адамдардың бәрі более-менее. Бір жап-жас қыз таяғын тастады. Таяғын таянып келген кәдімгі. Таяғын тастап кетті. Сондайлар көп, келіңіздер. Менде ревматоид, артрит болған, полиартрит болған, саусақтардың бәрі қисайып кеткен, ана 7 ай жатқан қыз бар ғой. Мен тура солай инвалид сияқты жатқан болатынмын. Қазір шүкір Аллаға, осында келгенге дейін дәрісіз жүре алмайтынмын, ал қазір дәрісіз жүрмін. Аллаға шүкір. Өте қатты көмегі болды маған. Рахмет сіздерге барлықтарыңызға. Міне бұл таңғажайып не болып жатыр дегенде, бұл табиғаттың, ұлы табиғаттың күші, иммунитеттің күші, иммунитет қалпына келеді, болды. Сол кезде бүкіл аурудан құтыласыздар. Міне әпкемізден үлгі алыңыздар. Осы 70-тен асса да әлі күнге дейін шаңғы теуіп, коньки теуіп, ашығып, өзінің денсаулығын күтіп жүр. Өйткені денсаулықты ешкім сыйға бермейді. Балаң да, өкімет те ешкім сыйға бермейді. Адам оны еңбек сіңіру керек. Орысша заслужить надо. Бір күні тойға барып тойып аламын да, екінші күні уже аштық ұстаймын. Дұрыс. Сіздер үлгі алыңыздар. Ұзақ өмір сүргің келсе, денім сау өмір сүргің келсе, еңбектену керек. Құдашам 70 жылдық жасап жатырмын ғой. Бір құдашам айтады, 100-ге келіңіз дейді. Мен айтам, қойбай-ау, 100 деген не, 140-қа келіңіз деп. Сіздерге де осыны тілеймін. Бірақ ол үшін еңбектеріңіздер, лайк қойып, комментарий қойып тарата жүріңіздер. Аналарыңыз ауырып жүрсе, оны диванға жатқызбаңыз, дәрі бермеңіз, табиғаттың күшімен емдеңіздер.